Ассалаумалейкум, қалайсыздар? Біз осындай шапкаға қазір попкорн дейді. Попкорн тоқимыз. Мен бесеуін тоқып қойдым қазір. Жіптерінде тығып қойдым. Енді қазір алтыншысын тоқып сіздерге көрсетемін. Ең төбесіне менің ілмегім 2 номерлі және жібім жіңішке де емес, жуан да емес. Кішкене қалдырамыз. Жіптің аяқ жағын осымен өлшеп, тура осының төбесіне қарай қоямыз. 2 сызықты көріп тұрсыздар ғой, бір сызықты линияны. Осы линияны алып тоқимыз. Мен 1 воздушный петля алдым да, қалған 3 воздушный петля тоқимын. Тура сол жерден накид алып, 1 столбик с одним накидом тоқимын. До конца тоқмаймын. Тағы да накид алып, келесі столбик с одним накидом тоқимын. Оны да до конца тоқмаймын. Менде крючогымда көріп тұрсыздар, 3 тал жіп. Келесі накид алып, келесі 3-ші столбик с одним накидом тоқимын. 4-ші столбик с одним накидом тоқимын. Сосын, көріп тұрсыздар, 5-ші столбик с одним накидом тоқимын. Енді осының барлығын біріктіріп, 1 воздушный петля тоқимыз да, жібімізді кішкене қалдырып, кесіп аламыз. Кесеміз, ұшын шығарамыз, қатты тартамыз. Қатты тартыңыздар. Енді келесі біз астыңғы ілмегімізбен шапканың ішіне ілмегімізді кіргізіп, 2-ші ұшын астына қарай өткіземіз. Астына өткізіп, қатты тартыңыздар. Енді келесі ұшын тура алдынан өткізесіздер. Тура алдынан және ортадан. Көріп тұрсыздар ма? Тура алдынан өткізесіздер. Ал бірінші жібімізді тура түбінен, тоқыған жерімізден өткізген боладымыз. Енді шапканы теріс айналдырып, жіптерімізді қатты тартамыз. Қорықпай тарта беріңіздер, егер жіп үзілмейтін болса. Содан кейін қатты 2 рет байлаймыз. Қатты 2 рет байлайсыздар. Одан кейін міне көріп тұрсыздар, қандай әдемі попкорн шықты. Енді инемізді алып, өткізіп, қалған жіпті мен оң жағына шығарамын. Оң жағына шығарып, тура сол попкорнның үстін 1-2 рет қана айналдырамын. Жібімді кесемін. Тура сол үстінен оң жақ бетінен жібімді алып кесемін. 2-ші жіпті де тура солай істеймін. Өткізіп, попкорнның үстінен шығарамыз. Шығарғаннан кейін қатты
қатты тартамыз, қорықпай тарта беріңіздер. Осылай тура үстінен ары-бері жүргіземіз. Кішкене ыңғайсыздау болуы мүмкін. Тоқылған жерден ары-бері жүргізсек, ол ештеңе етпейді, көрінбейді қалады. Сосын кесеміз. Кескеннен кейін қараңыздар, тақия өте әдемі болады. Попкорнда әдемі тұрды. Көк цветке ақ цвет жарасып кетті. Енді осы шапканың іш жағын қараңыздар. Іш жағы мүлдем білінбейді. Көрдіңіздер ме? Жіптің қалдықтары, яғни жоқ деген сөз. Бұл батпайды, басқа сразу айтамын. Басқа батпайды. Баланың басына батпайды. Мен де осылай екі шапканы осылай жасадым. Біреу ақ сары попкорнмен, біреуі темно-синий ақ попкорнмен. Жақсы тоқыңыздар, сау болыңыздар.